Қоғамдағы әйелдер қауымының белсенділігін арттыру мен көшбасшылығын дамыту жайы әлі де болса өзекті. Бұл мемлекет басшысының назарындағы басты мәселенің бірі. Әйелдердің өңірлік басқаруға қатысуын дамыту мәселесін бүгін Аманат партиясының облыстық мәслихатындағы депутаттық фракциясының кеңейтілген отырысында жан-жақты талқылады. Облыста 612 мыңнан астам әйел тұрады, яғни өңір халқының жартысынан көбін әйелдер қауымы құрайды. Нәзік жандылардың қоғамдағы белсенділігі артып келеді. Сан саланың дамуында олардың да үлесі бар. Бүгінде Аманат партиясы әйелдердің бастамасын қолдауға үлкен мән беріп келеді. 360-тан астам белсенді әйелді біріктіріп отырған партия жанындағы әйелдер қанатының атқарған жұмыстары да нәтижесіз емес. Әйтсе де әлі де болса әйелдердің жетекшілік қызметтердегі өкілеттігін арттыра түсу қажет. Әйелдердің жоғарғы лауазымдағы үлесі төмен. Екінші, орта деңгейдегі әйелдер көп, бірақ жоғарғы басқаруға көтерілуі қиын. Үшінші, ауылдағы қыз-келіншектердің саяси құқықтық сауаты жеткіліксіз. Төртінші, менторлық, тәлімгерлік жүйе әлсіз. Бесінші, отбасы және жұмысты тең ұстауға кедергілер көп. Алтыншы, көп ауылдарда дәстүрлі көзқарастар әйелдерге мүмкіндік бермейді. Алдағы жұмыстың негізгі бағыттары ол сайланбалы органдарда әйелдерге арналған жеке квотаны заң жүзінде бекітуге ұсыныс енгізу. Қазіргі аралас квота әйелдердің үлесін нақты арттырмай отыр. Басшылық лауазымдарға үміткер әйелдердің арнайы дерекқорын құру. Оларды оқытып, тәжірибеден өткізіп, алға жылжитын жүйе қажет. Әйелдер отбасын үйістірушы, ұрпақ тәрбиелеуші ғана емес, қоғамның сан саладағы дамуын алға жылжытатын қуатты тұлға да. Сондықтан әйелдер қауымына жасалған әрбір мүмкіндік ел болашағына салынған инвестиция екенін ұмытпауымыз керек дейді халық қалаулылары. Қанша жерден гендерлік теңдік туралы айтуға тырыссақ та, саясат әлі де ерлер үстемдік еткен алаң болып отыр. Әйелдерге жол қағаз жүзінде формальдық түрде ашық болғанымен, нақты жағдайда оларды жүйе өздігінен ішке кіргізбейді. Жайсыз жағдай әйелдердің саясаттағы қабілетін емес, олардың саясатта болу құқығын өзі сұраққа айналдыратын көзқарастың әлі де кең таралғаны. Әйелдердің көшбасшылық әлеуетін арттыру, өңірлік басқарудағы үлесін көбейту бас партияның стратегиялық басымдықтарының бірі болып қала бермек. Ортақ мақсат олардың қоғамдағы рөлін күшейту. Жиында тақырып тек формальды талқыланып қана қойған жоқ. Нақты нәтижеге жеткізетін жүйелі іс-қимылдар жайы да атап көрсетілді. Айтылған ұсыныстар партияның алдағы жұмыс жоспарына енгізіледі. Айгүл Тілеуқабыл, Саржан, Айқын ақпарат.